Жанна ханым, қалайсыз? Қайырлы күн. Алғашқы эфир өтті. Әсеріңіз қандай? Кеше алғашқы эфиріміз өтті. Кішкене қобалжу болды енді. Жоқ, сендер мен сөз сөйлеймін, сендер папа менің сөзім жатқызып. Нет, жоқ, сен сөйтіп айттың. Смотри, жоға сен айттың, мен де болып тұрған сені қостым болды. Все, жоқ, енді все, какие претензии? Енді какие неге тұрсың? Болды, өзімізге танысты. Таныстырады, білісіватыр. Өте күшті ұнады өзімізге. Үміткер күтесіз. Үміткер күтемін. Сәттілік сізге. Анара қазір болыватқан ситуация қалай негізінде? Шынымен жаңа Ислам жан айтып өтті ғой енді маған. Енді ол әр қызға қызғанғаны үшін мен не қатысым Жоқ, бар? былай айтады ғой, ана Менде де жазып жатыр. Нұрсұлтан қызғанып қалған сияқты деген сияқты. Не үшін шок боласыз? Всем привет, достар, қалайсыздар? Қайырлы күн, баршаңызға. Өзіне барып жалпы айтамын. көрген айтасың. Мен бірінші сперва айтамын. Ол Диана естіді, мен Дианаға айттым. Ерлан қазір осы жаңағы Диана беріп жатқан пікірді айтатын болса, мен осы өзімнің пікірімді осылай айтамын деп тұрып, айт деп тұрып өзі айтты ғой. Мен не кінәм бар, білмеймін. Оларда аргумент жоқ, сразу. Ой, сен естіген көргеніңді, короче, айтасың деп шығар. Мен оған негізі айтқам, мен айтамын сол осы пікірді айтамын деп айттым. Іштегі бір сол кезде бір сезімдер оянды ғой сенде негізінде. Сол кезде сезімдер оянды, айттым ғой, бір көргенім. Жаңағы өте Ескірмеген махаббат. ондай ештеңе жоқ. Өзім үміткер. Енді қазіргі сен реакцияна қарап жатсақ, бұл қызғаныш сияқты көрінді көбісіне. Қызғаныш. Жоқ, жарайды, мен эфирде көре жатармыз. Ертең енді Айжанға үміткерлер келеді, сол кезде ішінде бір қызғаныш оянып, қайтадан сезімдер жанданып кетпей ма?